Қалада жазғы жылы түн болды. Ал демалыстар болса жақсы өтіп жатты. Леша қайтадан өз досының үйіне қонуға қалды. Мұндай күндер олар жиі балконда әңгімелесіп, таза ауамен демалуға тұратын. Ал балкон оның досының бөлмесінен шығып тұрды. Мынаны қара, мұндай терезелер көбейіп барады. Маған бұл лампа туралы әжем айтқан. Мұндай лампаларды ешқашанда үйге қоюға болмайды. Олар адамды өзгертеді. Бұл арнайы өсімдіктерге арналған лампа ғой. Басында өсімдікке арналған. Сосын барып адам өзі өсімдікке айналады. Сережка, сен қатырады екенсің ғой. Сережка дүрбімен қарап көруді шешті. Мүмкін әжесі шынымен мені қорқыту үшін бір бөжай ойлап тапқан болар. Сережка қатты қорқып кетті. Ол дүрбін жерге лақтырды және балконның есігін қатты жауып үйге кірді. Бұл не болғаны? Сонда әжемнің айтқаны дұрыс болғаны ма? Серега шаршаған болар деп ойлады Леша. Себебі ол 2 жасқа кішкентай болған. Сол үшін оның сөздеріне сенбей ұйықтауды ұсынды. Осы оқиғадан кейін 2 апта өткен соң Сережа өз досынан кітабын алуға кетті. Есікті Леша ашты. Ода шаршаңқы және ұйқысы қанбаған түр болды. Сен қайда жауап кеттің? Сен кітапты 10 күн беруге уәде бергенсің ғой. Үйге кір. Менің бөлмеме барайық. Мен саған бірдеңе айтуым керек. Сережка дәлізге кірді және бірден күдікті иісі сезді. Үйді біраз күн желдетпеген секілді. Пәтер жартылай қараңғы болды. Олар дәлізде өтіп бара жатқанда ата-анасының бөлмесінен кішкене ашылған есікті байқады. Ол жерде күлгін жарықты байқады. Тынысы тартылып кетті. Бірақ автоматты түрде досының артынан жүрді. Сосын олар бөлмеге кірді. Леша өз артынан есікті жауып, оның иығын ұстады. Тыңдашы, сен айтқан дұрыс екен. Менің ата-анам бұл лампаны сатып алды. Енді мен оларды мүлдем танымаймын. Олар маған терезе ашуға, далаға шығуға рұқсат бермейді. Олар маған тамақ бермейді. Және өздері де тамақ ішпейді. Күн бойы осы лампаға ғана қарап отырады. Сен келген жақсы болды. Олар күні бойы осы лампаға ғана қарап отыра береді. Басқа ештеңе істемейді. Маған осы кезде есік қозғала бастады. Сосын Василия Викторовнаның дауысын естідік. Леша, балам, саған біреу келді ме? Неге бөлмені құлыптап қойғансың? Төсек астына тығыл. Сережка төсектің астына жатты және артық қимыл жасауға қорықты. Ол тынысын тартып, арғыға не болатынын күтті. Бөлмеге Лешаның анасы кірді. Оның аяғы жіңішке әрі бозарып кеткен. Серега олар не айтып жатқанын естіп отырды. Біреуіңді құлыптама, Леша. Біз сені жақсы көреміз ғой. Мен саған біреу келді ме деп ойлап уайымдай бастадым. Жоқ, бәрі жақсы. Мен ұйықтайын. Ұйықта. Тоқта, Леша. Біз саған сыйлық дайындағанбыз. Әкесі, көрсетші. Бөлмеге ультра күлгін жарықты жақты. Қорқыныштан жүрегім аэропортқа ұшуға дайын болды. Сережка жатып, тыншырақ тыныс алуға тырысты. Балақай, атып салайын ба?